күнделікті жеп жүрген тамақтардан жақсаңыздар, осындай ерекше тағам түрін жасап көрсетемін. Ол үшін ең алдымен тартылған етке пияз, укроп, тұз, қызыл бұрыш, жұмсам қара бұрыш жақсылап араластырып аламыз. Домалақтап шығамыз. Бұл жерде менде 7 штуқтай шықты. Қызып тұрған табаға сүйек майымызды құйып, пиязымызды қып-қызыл қуырып аламыз. Болгарский, сәбіз, дәміне қарай тұз, паприка, томат, кішкене салқын су құйып, астын жай қоямыз. 1 чайный ложкадай қант салдым. Макарондарымызды осылай қойып шығып, үстіне дайын тұрған фаршымызды саламыз. Чеснок, жарты бокалдай су құйып, астын жай қоямыз. 40-45 минут пісіріп аламыз. Макарон мен фаршы піскенше. Ең соңында 5 минут қалғанда пісуге теркіден өткізілген сырды үстіне сүйіп шығамыз да 5 минут тағы да бұқтырып қоямыз. Сонымен өте дәмді тағамыз дайын болды. Рецепт мынау, әлі басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын!